Бүгін Қазақстан Халық Кеңесі туралы конституциялық заң жобасы мақұлданды. Бірінші оқылымнан қабылданған құжатты елдің әділет министрі таныстырған. Парламент палаталарының бірлескен отырысында Ерлан Сәрсенбаев конституциялық заң жобасын көптің талқысына ұсынды. Сөзіне сенсек, аталған құжат халықтың мүддесін білдіріп, мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске асыру жолында қоғамның белсенділігін күшейтуді көздейді. Жалпы айта кетейік, аталған кеңестің негізгі міндеттеріне ішкі саясат бойынша жоба әзірлеу, заң шығару процесіне қатысу, референдум өткізу туралы ұсыныс енгізу мен қоғамдық талқылаулар ұйымдастыру және қоғамдық бақылауға қатысу кіреді. Конституциялық заң жобасында Қазақстан Халық Кеңесінің жоғары конституциялық консультативтік орган ретінде құқықтық мәртебесі айқындалады. Оның мақсаттары, міндеттері мен қызмет қағидаттары белгіленеді. Сондай-ақ өкілеттіктері, ішкі құрылымы және қалыптастыру тәртібі бекітіледі.